Сәлем қыздар апалар. Бүгін мен доллар гүлінің жапырақтарын стаканчиктерге егемін. Каспийден осындай кокосовый брикет алдырттым. 6 литр, бұған қайнаған ыссы су құямыз 2 литр. Міндетті түрде қайнаған ыссы болу керек, құйғанда осындай жібіп өзі үлкейеді. Қыздар, маған тіркеліп кетіңіздер, алдағы уақытта гүл туралы пайдалы ақпараттар айтатын боламын. Мен гүлді қатты жақсы көремін, гүлдерге эксперимент жасағанды жақсы көремін. Сіздер де егіңіздер, гүлдеріңізді көбейтіңіздер. Гүл үйдің көркі, ауа тазартады. Осындай жақсылап жүріп аламыз. Енді бұған аздап перлит қосамыз. Перлиттің пайдасы ылғалды жақсы ұстайды, топырақты қатты кептіріп жібермейді. Енді мына жапырақтарды егеміз стаканчикке. Стаканчиктен түбі осындай тесік болу керек. Ауа айналып тұру керек топырақта. Мынау жапырақты еккенде топыраққа қатты тығып. Міне қыздар, егіп алдым бәрін. Алдағы уақытта сіздерге нәтижесін көрсетем. Енді тепелішке жасап қойдым.